Бар, алқалы жұрт ағайын, әсиетпенен амандасып алайын. Міне бүгін Астана қаласында, есілдің жағасында, жадырасып жарасатын, көрмегендер қызықтан, құр қалатын тамаша бір той басталды. Тойларыңыз құтты болсын. Бүгін міне жібек қызымызды ұядан ұшырғалы отырмыз. Болашақта өмірі кәмпити тәтті болсын деген ниетпенен той иелерінің атынан шашудан қабыл алыңыздар. Біз қарайық бағым әрі құтым деп, жетпегенін жіберейік бүтін деп. Жаңа елге, жаңа күйеу баланың тұрған шығар, жүрегі де лүпілдеп. Әлемге той деп бүгін жар саламыз, сонау Польша елінен келген Хуберт күйеу балаларыңызды қошеметпен той төріне қарсы аламыз. Күйеу келе жатыр ағайын. Күйеу деген атқа жеттім бүгін жамылып, өмірлік жар болады аққуымды сағынып. Бүгін міне халайық, үш жұртымның бірісің, келіп тұрам еліне қуанышта табылып. Текті елден қыз алсам жүрегіммен мақтанам, келіп міне қонғандай бақытпенен бақмаған. Дорогие друзья, громче аплодисменты! Қабылдасаң ұлыңдай күйеу болып жарайын. Алдарыңызға шығып, сескенбей амандасып тұрған Хуберт күйеу балаларыңызға қошеметтеріңіз осы ма? Емес, құсырап келіп тұрған жай бар. Сонда Хуберт күйеу балаларыңызды сыңнан сынап көрейік. Егерде сыңнан өтетін болса, онда қызымызды көрсетеміз. Егерде сыңнан мүл шалыспасатын болса, онда біз де ойланып қаламыз. Дайынсыз ба? Дорогой Хуберт, у нас для вас будут испытания. Они несложные, но просто так же бег вам отдавать не будем. Поэтому вы готовы пройти? Пожалуйста. Қошеметтеріңіз. Ал ендеше біріншіден қайнатаңыздың күйеу баласы емес, сүйеу болам деген ниетпенен бір қадам жасаңыз. Сейчас вы должны сделать первый шаг, если согласны быть своему свекру опорой и поддержкой. Екіншіден, қайненеңіздің сүйікті күйеу баласы болам деген ниетпенен тағы бір қадам жасаңыз. Сейчас вы должны сделать шаг вперед, если готовы для своей свекрови быть любимым зятем. Үшіншіден, осы ауылдың абыройын асқақтатып жүрген жеңгелердің тілі алғыш күйеу баласы болам деген ниетпенен бір қадам аттаңыз. Сейчас вы должны сделать шаг вперед, если готовы прислушиваться к словам вашей новой родни со стороны женщин. Төртіншіден, сізді көргенде оқ мойны сөзіп елең етіп отырған бажалармен мінезі жарасқан бажа болам деген ниетпенен қадам аттаңыз. Ну а сейчас вы должны сделать шаг вперед, если готовы всегда стоять вместе со своими новыми братьями, родственниками. Дәл осы кезде бажалар қол беште болса екен. Бесіншіден, балдай тәтті балдыздардың сүйікті жездесі болам деген ниетпенен қадам аттаңыз. Если сейчас вы готовы стать для самых младших сестренок со стороны Жібек лучшим дядей, тогда сделайте шаг вперед. Алтыншыдан, жарыңыз Жібектің маңдайына біткен жұлдызы болам деген ниетпенен қадам аттаңыз. Ну а сейчас самый главный шаг вперед вы должны сделать, если готовы быть верным спутником нашей Жібек. Жетіншіден, осы әулеттің төрінен түспейтін, құрметті де сыйлы күйеу баласы болам деген ниетпенен нық бір қадам жасаңыз. Ну и сейчас этот твердый шаг должен быть сделать вперед, если для новых родственников, для всех новых родственников вы готовы стать лучшим на свете зятем. Бәрекелді! Хуберт ұлдарыңыз сыңнан
сүрінбей өтті, сақадай сайдайын болып келіпті. Олай болса, көп күттірмей, ізетті қыз іс көрсетпей кетпеген. Дұрыс болмас, ел алдынан өтпеген. Алдарыңызға шыққанда сызылып, бүйрек тұрар үзіп деп. Бүгінгі біздің тойдың сәні, мәні, сымбатты да сұлу жібек қызымыз келе жатыр. Қызымызды қарсы алайық.